Сәлеметсіңдер ме, балалар? Оқу қызметімізді бастамас бұрын мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп отыр. Ойланып шешімін табайық. Үлкен кіші домалақ жүгіреді секіріп домалап. Қызыл, жасыл, сары, көк ойнайтын онымен бала көп. Бұл не? Әрине, сендердің сүйікті ойыншықтарың доп. Бүгінгі оқу қызметіміз доп туралы болмақ. Балалар, допты зерттеп көрейікші, оның пішіні қандай? Дұрыс, домалақ. Допты қолдан түсіріп алсақ не істейді? Әрине домалайды. Ал енді оны жерге ұрсақ не істейді? Секіреді. Балалар, қазір музыкалық ойын ойнайық. Балалар, қазір тыңдайтын әуенді дыбыстар секірген доп сияқты қысқа ма? Әлде домаланған доп сияқты бір-бірімен жалғасып жатыр ма? Егер секірген доп сияқты болса, бірге отырып секіріңдер. Егер домаланған доп сияқты дыбыстар жалғасып жатса, қимылдар жасаңдар. Қане ойнайық. Балалар, доп секірді ме әлде домалады ма? Балалар, енді доп туралы әнді бірігіп қосылып айтайық. Ие тапсырма, сендердің доптарың қандай? Ермексаздан өз добымызды жасайық. Екінші, доп әнін жаттау. Келесі кездескенше сау